Баршаңызға сәлем. Сіздермен бірге керек кеңес арнасы. Темекіні тастаудың 11 тәсілі. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметінше әлемде 7 жыл сайын шылымның кесірінен 7 миллионнан аса адам ажал құшады екен. Соңғы 20 жылдың ішінде темекі шегетіндердің саны 27%-тен 20%-ға дейін қысқарған. Десе де, бұл көрсеткіштен олардың саны азаяды екен деп қалмаңыз. Себебі халық саны одан бері бірнеше миллионға артқаны белгілі. Жоғарыда аталған ұйым жалпы халықтың 1,1 миллиарды темекі тартатынын айтса, 365 миллион адам түтінсіз түрін пайдаланатын болып шықты. Ал балалардың 7%, шамамен 24 миллион бала 13-15 жастан бастап осы зиянды әрекетке әуес бола бастайды. Ал Қазақстандағы ерлердің 46%, әйелдердің 5% шылым шегетіндердің қатарында. Зерттеулердің пікірінше, темекіні тастауға ұмтылатындар 30 түрлі әдіс қолданып, барып өз дегеніне жетеді. Бұл зиянды әрекеттен арылудың соншалық қиын екенін білдірсе керек. Сол сияқты нәтиженің оң болуы әр ағзаның өзіне тән ерекшелігіне де байланысты. Таныстарыңыздың 5-еуі қолданып, жақсы жетістікке жеткізген әдістің сізге түк те әсері болмауы мүмкін. Немесе керісінше, достарыңызға пайдасы тимей, өзіңізді зиянды әрекеттен арылта алатын керемет айла ойлап табуыңыз ғажап емес. Алайда оның қаншалықты пайдалы болуы тікелей өзіңізге, күш-жігеріңізге тәуекелді болмақ. Біз келтіріп отырған 11 тәсілдің тиімділігі ғылыми және статистикалық тұрғыдан дәлелденген. Соның ішіндегі өзіңізге ыңғайлы келетінін тауып көріңіз. Бірінші, дайындалып үлгеретіндей арнайы бір күнді белгілеп алыңыз. Сарапшылар темекі тастаудың дәл осы бөлімінен бастауға кеңес береді. Оған себеп бар. Көптеген темекі тартатындар өмірінде бір рет болса да болды, осы соңғысы деген сөзді айтқан болар. Әрине, олар алғашқы жүйке сілкінісіне дейін бұл уәделерінде тұрады. Одан кейін соңғысы осы болсын деген жалаң антқа тағы жармасады. Мұндағы мәселе темекіге тек физикалық емес, психологиялық тұрғыдан да байлаулы болу. Сіз мойындамасаңыз да шылым өмірлік маңызды нәрселеріңізбен тығыз байланысты. Мәселен, ол ауыр жұмыс күні бір сергіп алудың таптырмас құралы. Сол сияқты темекі тартатын орында, офисте айтылмауы керек әңгімелердің шеті шыға бастайды. Немесе сүйіктіңізбен сөйлесуге жайлы уақыт. Егер сіз шылымды бір күнде-ақ шекпей кетсеңіз, күнделікті өміріңізде үлкен ойық пайда болғандай күй кешесіз. Барлығы өз орнында болса да, сізге анық бір нәрсе жетпей тұрады. Дәл осы тапшылық сіздің жақсы көңіл күйіңізді құртуы ықтимал. Немесе басқаша, бұрын сіз темекі шегу арқылы үзіліс алатын болсаңыз, қазір ол 5 минуттық демалысқа шыға алмай қалдыңыз делік. Жұмысты үзілісті жасап, жүйке жүйеңіз жұқарып, шаршаудың шырмауына түсіп, белсенділігіңіз де төмендей бастайтыны анық. Осы кезде ойыңызды бөліп кішігірім демалыс жариялап қайтатын темекі қорабын қолыңызға ұстап, арнайы орынға шығуды ойлап кетесіз. Мұндай сәт міндетті түрде болатынына кепілдік береміз. Сол үшін күні ертең темекіні тастау даулы мәселе. Ең дұрысы нақты бір уақытты белгілеу. Ол уақытыңыз дайындалып, үлгере алмай қалатындай тым жақын немесе қабылданған шешіміңізге өзгеріс енгізетіндей тым ұзақ болмағаны абзал. Триггерлерді жазып алыңыз және оларды өз өмірлеріңізден сызып тастаңыз. Бұл ұсыныс бірнеше бөлімнен тығыз байланысты. Бізге темекі тартудың аса қажеті жоқ болса да, оған жетелеп апаратын нәрселер бар. Біз оларды триггерлер деп алып қарайық. Олар жазып шығыңыз. Шылым шегетін барлық уақытыңызды ойыңызда түзіп немесе қағазға түсіріңіз. Таңғы кофемді ішіп жатырмын. Сүйіктіммен сөйлесу үшін темекі тарттым. Әріптесіммен бірге сыртқа шығып шылым шегіп тұрмыз. Одан соң осы жағдаяттарды өзгертуге кірісеміз. Мысалы, таңғы кофенің орнына ботқа жеңіз. Оны жеп отырып темекі тартуға құлшыныңыз оянуы неғайбыл. Ал триггерлердің әрқайсысының орнына алмастыратын нәрсе табуға тырысыңыз. Сіз бірден шылым шекпей кете алмасыңыз да никотинге әуестігіңізді күн сайын азайта аласыз.
Ал бұл алға қарай жылжудың нақты қадамы. Спортпен шұғылданыңыз. Егер орын алмастыратын терапия іздесеңіз, спорт оған дәл келетін нұсқа болмақ. Зерттеулер көрсеткендей, спорт темекіге деген ойдан арылтып, көңіл күйіңізді көтеріп, өзіңізді бақылауда ұстауға жағдай жасайды. Зілтемірмен алысып немесе 1 шақырым жүгіріп келген соң, өзіңізді күшті сезініп, ерік-жігеріңізді мықтылығына сене бастайсыз. Бұл зиянды әрекеттеріңізден арылатын бірден-бір жол. Темекіге тартылысты жеңудің жаңа әдісін ойлап табыңыз. Ойламаған жерден темекі тартсам деген идея туа қалады. Бірден қолымызды қалтамызға жүгіртіп, оттығымызды дайындай қоямыз. Ал содан кейін ғана не істеп тұрсың, өзіңе сөз бергенің қайда деген сауал сарт ете қалады. Бірақ кеш. Шылым шеккім келіп тұр деген ойдың арасында аз секундтық үзіліс жасаңыз. Дәл осы үзіліс қайта санаңызға әлгіндегі сұрақты әкелетін болады. Сарапшылар темекі тартуға деген ынтызарлық бар болғаны 3-5 минутта өте шығады дейді. Осы уақытта немен айналысуға болатынын ойластырыңыз. Мәселен, сағыз алып шайнай қоямыз, немесе алма жейміз. Жоқ дегенде терезе ашып, таза ауа жұтып аламыз. Кез келген нұсқа жарай береді. Тек ол керек кезде ойыңызға түсе қалатындай болуы қажет. Темекінің орнын басатын басқа нәрсе табыңыз. Темекіні тастаудың ең оңтайлы уақыты еңбек демалысы. Бұл кезде жұмыстағыдай сабылыс жоқ, яғни келетін стрестің де көлемі азайған. Мүмкіндігіңіз болса, саяхатқа шығып, серігіңізге айналған темекіні өзіңізбен бірге алмай көріңіз. Әдемі табиғат аясында түрлі турлар кезінде сіз ол туралы мүлдем ұмытып кетуіңіз мүмкін. Осылай жүрген бірнеше күнде шылымға деген тартылысыңыз азая бермек. Басты санаңызда темекіні қалағандықтан емес, айналысатын іс болмандықтан тартамын деген келеңсіз ойды қуып жіберіңіз. Расымен солай ма? Ендеше уақытыңызды жақсы нәрсеге арнауға тырысып, өзіңізді зеріктірмеңіз. Темекіні алмастыратын қызықты нәрсе тауып алсаңыз, көп етпей-ақ жақсы нәтижеге қол жеткізесіз. Сүт ішіңіз. ақш-тағы Дюк университетінің зерттеушілері сүттің темекі дәмін құртатынын дәлелдеп шықты. Сол сияқты олар шылымның дәмін одан әрі жақсартатын тағамдарды да тауыпты. Егер шынымен шылым шегуді доғарғыңыз келсе, рационыңыздан етті, кофені және спирттік сусындарды ақырындап шығара беріңіз. Никотиннің орнына басатын терапияға дайын болыңыз. Бұл темекіні тастауда жиі пайдаланылатын әдістердің бірі болып табылады. Әсіресе бұл бірақ жолмен зиянды әрекеттен құтыламын дегендердің сүйікті тәсілі. Никотинді жапсырмалар арнайы сағыз, спрей мен соратын кәмпиттердің шылымға деген қатты тартылыста көмегі тиеді. Алайда алмастырғыш терапиялар уақытша екенін ұмытпаңыз. Оның басты тапсырмасы темекі қалауына тосқауыл қою. Әлеуметтік желілерге қосылыңыз. Бұл бөлім күлкілі көрінуі мүмкін. Десе де темекімен күресті әлеуметтік желілер арқылы іздейтіндердің көбі офлайн отырып, шылымнан бас тартатындарға қарағанда жақсы жетістікке жетеді. Facebook пен Twitter'дың арқасында сізді басқа адамдар қолдайтын сияқты көрінеді. Оның үстіне әлеуметтік желіде бұрын шылымның құрығынан құтылғандардың мотивация беретін сөздері қаптап жүр. Біз басқалардың сәтті қадамын көрген сайын өзіміздің де жеңісімізге сене бастаймыз. Рационыңыздағы жеміс-жидек пен көкөністің көлемін көбейтіңіз. ақш-тың Буффало университеті жасаған зерттемеде адам көкөніс пен жеміс-жидекті көп пайдаланған сайын темекіден бас тартуы оңай бола түсетінін дәлелдеп шықты. Оның сыры біздің миымыз темекіге деген тартылысты өзекпен жиі шатастырып алады екен. Бірнеше тәсіл қолдандыңыз. Нақты бір тәсілді тұрып қалмаңыз. Бірнеше амалдарды іске асырып, дәл қайсысы сізге ыңғайлы әрі нәтижелі болатынына көз жеткізіңіз. Бұл сізді жетістікке жетелейтін дұрыс қадам. Темекі сіздің денсаулығыңызға аса зиянды. Сіздермен болған керек кеңес арнасы. Назарларыңызға рахмет.